Елбасы 2014 жылдың 17 қаңтарында Қазақстан жолы 2050, бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ деген Қазақстан халқына арнаған жолдауын жария етті. Елбасы стратегиясының басты мақсаты Қазақстанды әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосу. Ол үшін елбасы болашағымызға бағдар беретін, ұлы мақсаттарға жетелейтін мәңгілік ел идеясын көтерді. Ел ертеңі жастар демекші, бүгінгі жастарға елге деген патриотизм, асқақ рух, кемел білім мен адал еңбек және ертеңгі күнге деген сенім қажет. Мәңгілік ел идеясы ел болашағына, елді дамыту жолында аянбай еңбек етуге үндейді. Ағымдағы жылдың 1 қазанында мемлекет басшысының Маңғыстау облысына сапары барысында «Менің елім мәңгілік ел» Каспийден Алтайға дейін атты автомобиль этнографиялық экспедициясы бастау алды. Экспедицияның мақсаты Қазақстан Республикасы президентінің «Қазақстандық жол 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына жолдауының басымдықтарын ілгерілету. Экспедиция қазақстандықтарды, соның ішінде жастарды еліміздің көріктілігі мен бірегейлігі идеясының төңірегінде біріктіру, жалпыға ортақ татулық пен келісім құндылықтары негізінде қоғамдағы отаншылдық сезімін ояту мақсатында ұйымдастырылды. Сіздің стратегияңызда айтқан мәселелеріңіз бізге ерекше шабыт беріп, соның нәтижесінде бүгін «Менің елім Каспийден Алтайға дейін» атты автомобиль экспедициясын ұйымдастырдық. Мақсатымыз қазақ елінің барлық өңірлерін аралай жүріп, тарихымызды, мәдениетімізді, әдебиетімізді, тілімізді насихаттау. Біз барлық өлкелерде болып, жастарды қатарымызда қосып, болашақта бірлесе жұмыс жасайтын боламыз. Біздің құрамымызда этнографтар, тарихшылар, журналистер, блогерлер, фотограф және оператор жастар бар. Қанша адамдар арасында? Осы тұрғындарымыз арасында? Жоқ, бұл Маңғыстаудың ең белсенді жастары бізге сәт сапар тілеу үшін жиналып тұр. 20 экспедиция құрамы, 5 автокөлікпен. Барайын деп тұрсыңдар. Аллап шығыңдар, көріңдер. Біздің қазақтың тарихы қазіргі өмірмен ғана шектелмейді. Біздің ұлы тарихымыз бар, білулеріңіз бар. Біз аспаннан салбырап түскен халық емеспіз. Біздің ата-бабамыз сақтармен кімдер, оның берге ұлы түрік қағанаты. Одан кейін Алтын Ордадан шыққанбыз. Соның барлығын алып келгенде тамырымыз 1000 жылдан артық, 2000 жылдан ар жағында жатыр. Көрдіңдер ме? Соның ұрпағымыз біз қазіргі. Болашағымыз өте үлкен өзімізге байланысты. Көп ұлтты халық болып отырмыз, өте тату болу керек. Дружба, доверие, толерантность наших людей – самое главное достояние, которое позволит нам спокойно развиваться. А там, где нету устойчивости, нет стабильности, там и убивает друг друга. Не дай Бог, чтобы так у нас было. Сондықтан барлық облыстарда арлаңдар. Мен тапсырма беремін, қарсы алсын деп, әр жерлерде сендерге. Тамақ берсін сендерге. Көмектесін, өте қызық. Қанша күн жүресіңдер? 45 күн жүреміз, 1,5 айға жоспарлап отырмыз. Қайдан бастайсыңдар қазір маршрут? Солтүстік жоғары жақтан бастап, солтүстікке аяқтаймыз. Қыс болғанша солтүстік. Табиғатымыз пайдаланып. Ары қарай декабрьде оңтүстік арқылы келетін. Астанаға қашан келесіз? Сапарымызды Астанада аяқтап, қорытындысын сол жақта есеп беретін боламыз. Өзіміздің фотоальбом жасаймыз, экспедицияның фильмін дайындайтын боламыз. Ал шатты сапар болсын. Қандай машинамен жүресіңдер міне? Ендігі жолы өзімізде жасалған ұшақпен ұшақ. Керемет. 2 айға жуық уақыт бойы 5 отандық автокөлік Қазақстанның барлық өңірлерін аралады. Экспедицияға қатысушылар облыс орталықтарында өңірдің туристік, білімдік және экономикалық ахуалын көрсететін фотокөрмелер, таныстырымдық шаралар өткізді. Экспедиция құрамында кәсіби жүргізушілер, медицина қызметкері, әкімші, этнограф, блогер, журналистер, фотосуретшілер болды. «Менің елім» Каспийден Алтайға дейін сапарына қатысқан әрбір адам қазақ елін аралап, әр өңірдің көрікті ғажап орындарымен таныс болып, киелі мекендерге бас сұғып, бұл экспедициядан керемет әсер алды. Ендеше сапарымызды бастайық. Елбасының өзінен бата алып жолға шыққан Ақтаудан Алтайға дейінгі экспедиция Атырау қаласына жетті. «Менің елім мәңгілік ел» экспедициясына қатысушылар үшін күтпеген жерден күн суытып, наматты түнгі қырау басқанына қарамастан жұмыс қыза түсті.
АПЕК колледжі студенттерінің таныстыру рәсімінің дайындығын жиналған жұрт аса бір қызығушылықпен бақылады. Ал бұл кезде колледждің алдындағы алаңға Атырау мотоциклистері мен автоәуесқойлар келген еді. Көп ұзамай автошерудің қозғалысы да басталды. Бортында жергілікті жастар, еріктілер отырған экспедицияның қазақстандық Санкионг Номад көліктерінен тұратын легі, сондай-ақ Атыраулық автоклуб пен Фантом достық клубының мотобайкерлері ұсынған көліктер қаланың орталық көшесімен жүріп өтті. Қарсы жақ бағытта өтіп бара жатқан көлік жүргізушілері автошеруді қуана қолдап, бағдаршамдарда ықыластана жол берді. Атыраудағы 2003 жылы Махамбет Өтемісұлының 200 жылдығына орай ашылған басты алаң Исатай мен Махамбет алаңы. Бұл жерге аялдаған экспедиция авто және мотоклуб мүшелері мен еріктілер ортақ суретке түсті. Ендігі кезекте экспедиция мүшелерін Нұрсая ықшамауданындағы АПЕК колледжінде облыс әкімінің орынбасары Шыңғыс Мұқан қарсы алды. Ақтаулық әріптестермен кездесуге қаладағы барлық дерлік жоғары және орта арнаулы оқу орындарының студенттері жиналды. Бәрі де көңілді, шат-шадыман. Экспедиция мүшелері Атырауда болып, оның бай тарихымен жан-жақты танысуға мүмкіндік алды. Это хороший проект. Я думаю, что таких инициатив среди молодежи должно быть много. Мы всячески поддерживаем. Шыңғыс Жұмабекұлы «Менің елім мәңгілік ел» жобасы басталар алдында ойластырылған дәстүрге жол салып берді. Ол бойынша әрбір қалада экспедициялық Санкионг Номад алғашқы экипажы жүксалғышының есігіне облыс елтаңбасы жапсырылды. Сондай-ақ тілек кітабына Шыңғыс Мұқан алғашқы болып жазба қалдырды. Облыс басшылығымен кездесу соңында студенттер экспедиция нышандары бар Сыйгаде ойнатылатын ойынға қатысып, Сон Паскальмен бірге қазақ тілінде әндер шырқады. Атырауда аз кем болып, біраз мағлұмат берген. Өздері де қажетті деректер жинаған экспедиция әрі қарай Орал қаласына бет алды. Менің елім мәңгілік ел экспедициясы Орал қаласына ат басын тіреді. Автошеруге дайындығы барысында экспедицияның Санкионг Номад көліктері жууға жіберілді. Бұдан соң полиция экипажының ере жүруімен автолек Орал көшелерімен жүріп өтті. Суық желде, түнерген аспанда батыс Қазақстан орталығы тұрғындарын қалаға келген жолаушыларды жарқын жүзбен қарсы алуға кедергі келтірген жоқ. Менің елім мәңгілік ел экспедициясы үшін қалалар мен облыс басшыларымен кездесудің мәні мен маңызы зор. Сол күні экспедиция мүшелері Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Мәкен Бақтияр Мәкенұлының тілегін тыңдау құрметіне ие болды. Жақында мемлекет басшысы Маңғыстау облысының жұмыс қарсаңына келген кезде, сол жерде осы жастарға кездесіп үлкен насихат жасап, өзінің үлкен көңілін білдіріп жолға үлкен мақсат берді. Осында еліміздің пропагандалық түрдегі ақпараттық насихат жұмысын жалғастыруға сіздердің үлкен нәтижелі болатынына және ары қарай үлкен себепті болатынына сеніміміз бар. Тағы да сәттілік тілейміз, аман болыңыздар. Менің елім мәңгілік ел экспедициясы Ақтөбе облысына келді. Әдеттегідей қаланың көрікті де кең көшелерінде көк туды желбіретіп жүріп өткен экспедиция көліктеріне ілесіп, ақтөбеліктер де өз автомобильдері және мотоциклдермен салтанатты шерудің көркін қыздыра түсті. Қазақ-Орыс халықаралық университетінің ұжымы экспедиция құрамын ықыласпен қарсы алды. Елбасы мәңгілік ел болуға талаптанып жатқан Қазақстанның болашағы интеллектуалды ұрпақ тәрбиелеуде екенін ұдайы айтып келеді. Сондықтан елімізде туристік кластерді дамытуға атсалысуға, өңірлердің тарихи және табиғи жәдігерлерін, экономикалық мүмкіндіктерін таныстыруға бағыт ұстаған экспедиция сапарының ұлағаты мол деуге әбден болады. Қазақ-Орыс халықаралық университетінің ректоры Алтын Мырзашева автожорықшылармен болған кездесуден алған әсерімен бөлісті. Экспедицияның мақсатын, алдарына қойған міндеттерін біле отырып, біз қуанып отырмыз, біздің ұжымымыз осыны қолдайды.
Себебі бұндай экспедициялар жастарымызды тәрбиелеуге мәні өте зор деп есептейміз. Осы мемлекет тарапынан, елбасы әкімшілігінің тарапынан ұйымдастырылып жатқан керемет экспедиция әрқашанда өз жалғасын тапсын деп тілейміз. Еріктілер саяхатшыларды университеттің тарихымен, жетістіктерімен және бүгінгі тыныс-тіршілігімен таныстырды. Келіп жатқан қонақтарға рахмет. Экспедиция үшін, футболка үшін, әдемі қыздар, гүлденген Қазақстан, керемет. Кездесу шағын концерттік бағдарламамен басталды. Жүргізуші Данияр Жұмаділов жиынға қатысушыларға алғаш рет ұйымдастырылып отырған бұл экспедицияның мақсаты туралы айтып, құрамын таныстырды. Бүгін Ақтөбедегі сапарымызды да аяқтап, Қостанайға бағыт алдық. 350 шақырым жолды артқа тастап, енді 400 шақырым жүрсек, Қостанайға да кіріп жетеміз. Ұлы жолда ұлы мәселелерді ойластырып, жоспарлар жасап келе жатырмыз. Жүрегімізде менің елім деген ұран, тілегімізде мәңгілік ел болу деген арман. Сапарымызды Алла оңдағай. Қостанайға жеткен менің елім мәңгілік ел экспедициясы Қостанай облыстық әкімдігіне жақын жердегі турист қонақ үйіне орналасты. Қонақтарға Қостанай облыстық әкімдігі ішкі саясат басқармасының мамандары да сәтті сапар тіледі. Рад видеть вас на Костанайщине. От всей души вам желаю хорошей дороги, хорошее настроение. Сарыарқа автопром зауытын көрудің өзі ғибратты болды. Бұл зауытта менің елім мәңгілік ел экспедициясын Қазақстан бойынша аралауға мүмкіндік беріп отырған көліктер дүниеге келген. Зауыт қызметкерлері Toyota Fortuner және Sangyong Nomad көліктерінің барлық құрастыру кезеңдерін паш етті. Күннің екінші жартысында Золотой фазандағы түскі астан кейін экспедиция қатысушыларын Қостанай ауданы қабылдап, өз кезеңінен ең жас әкімдерінің бірі Мичурин ауылдық кеңесінің әкімі Әділ Өміртаев құттықтады. Мне очень приятно, что такие вот люди инициативу проявили, прибыли к нам в гости. Всем всего хорошего. Затаболда блогерлер мен журналистер Ыбырай Алтынсариннің кесенесін, Астана спорт кешенін, Қазақ тұлпары жылқы зауытын аралады. Экспедиция мүшелерінің көлігі кесененің маңына аялдағанда жол бойы жауып тұрған жаңбырда тоқтады. Мұны жақсылыққа жорыған олар кесене қасында, ашық аспан астында Ыбырай рухына арнап дұға оқыды. Қостанайдағы Қазақ тұлпары жылқы зауыты 2013 жылы өзінің 125 жылдығын атап өтті. Шаруашылыққа кіре берісте 19 ғасырда қызыл кірпіштен тұрғызылған ат қора орналасқан. Бұл ат қоралар бұрынғыша пайдаланылады, бірақ негізгі жұмыс атап айтқанда селекция бойынша жұмыстар одан алыстау жердегі үйлерде жүргізіледі. Қазақстанда өсірілетін жылқылардың қостанайлық тұқымы 1951 жылы ресми түрде бекітілген. Қазіргі таңда жылқы зауытының алдында жылқылардың жаңа мамандандырылған спорттық тұқымын өсіру міндеті тұр. Конный завод, старейший в Казахстане, который создал породу спортивного направления. Это единственная спортивная порода Казахстана, так сказать, бренд наш. Қостанайдан шыққан экспедиция Қарағай орманына да соқпай кетпеді. Бұл жердің әсем табиғаты, көрікті орындары экспедиция мүшелеріне күш-қуат берді десек, артық айтқандық емес. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен елімізде алғаш рет ұйымдастырылған менің елім мәңгілік ел Каспийден Алтайға дейін атты ізгілікті шара барысында адамдарды отаншылдық қасиеттерге үндеумен қатар әр облыс орталығына аялдап, рухани, мәдени құндылықтарымыздың да кеңінен таныстырылуы құптарлық қадам.
Экспедиция мүшелері Қазақстанның ең солтүстіктегі қаласы Петропавлға да келіп жетті. Жергілікті тұрғындардың этнографиялық экспедиция мүшелерін көргенде қуаныштарында шек болған жоқ. Петропавл қаласында мемлекеттік бағдарлама аясында біршама жұмыстар атқарылуда. Жастарға арналып салынып жатқан жаңа ықшам ауданның, жаңа мектептің құрылысы мұның айқын дәлелі. Әрине, бұл игі істің барлығы болашақта жас отбасының баспаналы болуына, мектеп санының артуына септігін тигізбек. Экспедиция мүшелері сол нысандардың құрылыс жұмыстарын көріп, қызметкерлермен сұхбаттасып үлгерді. Строим пятиэтажку. Этот город, микрорайончик для молодых семей будет. Я думаю, приятно им будет здесь жить. Саяхатшылар менің елім мәңгілік ел экспедициясының картасындағы 6-шы қала Ақмола облысының орталығы Арқаның кербез сұлу Көкшетауына да келіп жетті. Қазақстанның қай қаласында болмасын жастардың құшақ жая қарсы алып, аталған шараға асқан қызығушылық танытқаны экспедиция мүшелерінде бір марқайтты. Автошеру Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің қабырғасында аялдады. Мұнда қонақтарды аймақтың белсенді жастары қарсы алды. Ақтау қаласында туып өскен этнографтар Көкшетау мемлекеттік университеті студенттеріне еліміздің қасиетті жерлері туралы бейнефильм көрсетті. Кездесуді жастардың жүрегіне жол тапқан Сон Паскальдың концерті жалғастырды. Қазақстандағы итальяндықтың әндері жастарды бір арнаға тоғыстырды. Сапарларыңыз оң болсын, жақсы аман есен оралуға жазсын. Мынау оң бастама ғой, президентіміздің бастамасы мәңгілік ел атты нені жүргізіп атсыздар, сол еліміз мәңгілік ел болуға жазсын. Бурабайда экспедицияны балалар күтіп отырды. Шортанды өзенінің жағасында орналасқан Балдәуренге жеткенде, таза ауамен балалар лагерін қоршап жатқан қылқан жапырақты ормандардың хош иісі келушілердің көңілін көтерді. Мұнда да экспедиция мүшелеріне сәтті сапар тілеп, істің алға басуына тілекші болғандар аз емес. Басты бағыт Абылай хан алаңы. Ортасында Абылай ханның ескерткіші тұрған бұл алаң хан ордасында орналасқан. Орманға тақау жерде тастан тұрғызылған тақ Абылай ханның тағы. Мұнда ескерткіштер көп. Олардың ішінде 3 апалы сіңлілі жартас бар. Экспозиция қойылған залды қымызхана мен бағасы қол жетімді сый-кәде дүкені толықтырып тұр. Осы бір қызықты өткен күнді Сон Паскальдың концерті аяқтады. Балалар лагерінің қонақжай қызметкерлерімен және балғындармен қоштасып, менің елім мәңгілік ел экспедициясы Шахтерлер қаласы Қарағандыға аттанды. Справа, внимание, экипажики, пометка справа, внимание, больше груз. Принято. Автоэкспедиция таң азанмен Қазақстанның металлургиялық астанасы атанған Теміртау қаласына жол тартып, Арселор Миттал Теміртау кәсіпорнындағы бір кездері елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы көрікші болып еңбек жолын бастаған Домна цехна саяхат жасады. Қонақтарды құшақ жая қарсы алған зауыт басшылығы экспедиция мүшелеріне арнайы киімдер мен каска беріп, өмір қауіпсіздігі ережелерін түсіндіріп өтті. Будем на домной печи. Температура в лётке достигает где-то 1500 градусов. На выходе даже может быть 1700. Зауыт басшылығы қонақтарды зауыт ауласынан күтіп алып, өндіріс орнының тарихымен, шығаратын өнімдермен қысқаша таныстырып, экспедиция мүшелерінің қойған сұрақтарына жауап беріп, қала ішіндегі қала саналатын комбинаттың бұралаңы мол көшесінің ішімен жол бастап жүрді. Автоэкспедиция мүшелері осы арада Жанартаудан атылған лава тәрізді ағып жатқан сұйық металды өзенді жалындаған оттың ортасында жүретін металлургтер қызметінің қыр-сырымен етене танысты. Бұл кәсіптің қаншалықты ауыр кәсіп екендігінде байқады. Город Темиртау – это город металлургов. В каждой семье, можно сказать, почти в каждой семье есть родители и поколение, кто работал на комбинате. Когда ребенок растет, он видит, чем занимаются его родители. И династии, целые династии у нас работают на комбинате.
Зауыт аумағынан шыққан автокеруен елбасы білім алған Орта Азия бойынша барлық саладағы металлург мамандарды даярлайтын бірегей жоғары оқу орны Қарағанды мемлекеттік университетіне соқты. Университет басшылығы келген қонақтарды құшақ жая қарсы алып, қонақжайлылық танытты. Жоғары оқу орнынан кейін тұңғыш президент атындағы тарихи-мәдени орталыққа тоқтаған автоэкспедиция мүшелеріне орталықтың барлық экспонаттары мен залдары таныстырылды. Елбасының жастық шағынан сыр шертіп, Теміртаудың тарихын баян ететін экспонаттар әр қонақтың жүрегінде ерекше сезім ұялатқаны анық. Друзья, мы едем в замечательный город Караганда. Прямо в самый эпицентр. Кстати, нам пообещали, что мы спустимся в шахту. К сожалению, не все, но те, кто действительно хочет увидеть воочию все, что там происходит, они обязательно попадут туда. Қарағанды аймағы тек металлургия қаласы емес. Константин Станиславский атындағы театр мен ұлы драматургке қойылған ескерткіш келгендерге қатты ұнады. Мұнда қаланың барлық жоғары оқу орындарының студенттері, сондай-ақ Қазақстан Халқы Ассамблеясының көптеген өкілдері келді. Іс-шара аса көңілді өтті. Ақтауға барам, Павлодарға мен барам, I'm an Englishman in the shunde. Қарағандыдан шыққан экспедиция Павлодарға жол тартты. Темір тұлпарлардың жағдайы да жаман емес көрінеді. На удивление хорошо. Даже можно сказать отлично. Я так думаю, основное она покажет, когда мы поедем с Усть-Каменогорска в Алмату. Вот, там, где еще за дороги не взялись по-хорошему. Павлодар облысына келгенде саяхатшылар Ақсу қаласымен танысты. Бұл өнеркәсіптік қалада екі бірдей үлкен кәсіпорын бар. Электр станциясы және темір қорыту зауыты. Зауытта көбінде жастар жұмыс істейді. Аралап қарап шығу үшін нөмірі 2 және нөмірі 6 балқыту цехтары таңдап алынды. Онда зауыттағы ең үлкен пеш орнатылған. АЗФ өндірістік техникалық басқармасының басшысы Александр Радыгиннің айтуынша зауытта үнемі жаңарту жүргізіледі. Нөмірі 6 цехты қайта жаңарту жөнінде топ құрылды. Оның қуаттылығын 40%-ға дейін ұлғайту жоспарланып отыр. Я думаю, все работники завода, кто бы они ни были, электрики, железнодорожники, автомобилисты, они металлурги. И думаю, что гордо себя они называют металлурги, конечно. Какими бы мы разными не были, где бы мы ни жили в Казахстане, будь то Мангыстау, будь то Атырау, будь то Уральск, будь то Кустанай, Актубе, Петропавловск, Кокчетав, Караганда, сегодня мы, Павлодар, все мы говорим, что мы единый народ Казахстана, независимо от происхождения, независимо от того, кто мы этнически, независимо от того, кто мы по религии, кто мы, мужчины или женщины. Мы все патриоты Казахстана, мы говорим, что мы одна страна, один народ. Экспедиция этнографтары Қазақстанның тарихи және табиғи айрықша ескерткіштері туралы бейнефильмді таныстырып жатқан кезде Тілек кітабына мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жастар бастамаларын дамыту орталығының бөлім жетекшісі және Қазақстан Халқы Ассамблеясы жастар бірлестіктері үйлестіру кеңесінің төрағасы өз жазбаларын қалдырды.
Экспедиция Шығыс Қазақстанға да келіп жетті. Күннің суығына, жел мен қарға қарамастан шерушілерді бірінші болып Бесқарағай ауданының тұрғындары қарсы алды. Ол Павлодар мен Шығыс Қазақстан облыстарының арасында орналасқан. Шашу, сырнай үні, шырқалған әндер көңілді көтерді. Қымбатты қонақтарды осылайша қарсы алу бүкіл Семей аймағына тән сияқты. Қалаға кіре берісте экспедиция мүшелерін тағы да жергілікті достық үйінің өкілдері ұлттық киіммен қарсы алды. Арал жергілікті тұрғындардың сүйікті демалыс орны. Мұнда хайуанаттар бағы, денсаулық соқпағы, бау-бақша бар. Оған жақын жерде Семейдегі көрнекті орындардың бірі Абай мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалды Жидебай бөрілі қорық мұражайы орналасқан. Ол 1995 жылы ұлы ақынның 150 жылдығына орай ашылған. Сіздер жақсы білесіздер, біздің Абай мұражайы тұңғыш әдеби мемориалдық мұражай, және де руханият ордасы. Осы барлық жастардан бастап, кішкентайдан бастап барлықтары Абайға тағзым етеді. Енді сол әрқашанда біздің елбасымыз айтқандай, Абай сөзі қазақтың бойтұмары деп, сол орысша айтқанда слова Абая талисман для казахского народа деп. Абайдың өзі де сөзі де әрқашанда ұрпақпен жасайды. Экспедиция сондай-ақ Семаз ауыл шаруашылық техникасын құрастыру зауытын аралады. Ол 2006 жылы салынған. Компания өз өнімдерін Қазақстанда, Беларусь пен Қытайда сатады. Айта кету керек, зауыт жұмысшыларының 80% жас мамандар. Солардың бірі Вячеслав Николаев. Ол Урал көлігін құрастыру бағытының инженер-технологы. Жасы 27-де ғана. Сейчас спрос на рабочие специальности очень велик. Я предлагаю ребятам не отказываться от таких профессий, где надо работать руками или что-то где-то пощупать. И чтобы все не рвались финансисты, как это было в начале 90-х, допустим, 2000-х годов. Смена поколений идет, и на их место, допустим, взрослых людей должна прийти молодежь. Пусть не боятся, идут работать, поднимают нашу страну, поддерживают нашего лидера, который задал программу 2050, которой мы должны придерживаться и дать возможность стране расти и идти только вперед. Бұл уақытта қаланың орталық көшелері мен автошеру жүріп өтіп, жоғары оқу орны ғимаратының алдында аялдады. Дәл осы жерде жергілікті жастармен кездесу және Сон Паскальдың концерті өтті. Мереке аяқталарда әкімдік пен жоғары оқу орындарының өкілдері тілек кітабында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына жылы лебіздерін қалдырды. Достар, біздер сонау Маңғыстау өңірінен минус 132 метрден 1800 метр биіктікке көтеріліп келе жатыр. Қар тізеден келсе де, өзіміздің темір тұлпарымыз осы қардың тереңдігіне, қалыңдығына қарамастан биіктеп көтерілді. Өте сенімді. Міне көріп отырғанымыз Алтай тауына да келіп жеттік. 5000 шақырымнан астам қашықтықты өтіп келсек те, экспедициямыздың негізгі мақсаты ұлы жолдың тең жартысын өттік. Алтай тауы керемет өңір. Артымызда 20 шақырым жерде Ресей Федерациясының шекарасы да тиіп тұр. Келген мақсатымызға жеттік. Керемет Алтай тауы ұлы түріктің алтын бесігі болып саналады. Барлық осы көшпенділердің отаны болып саналатын Алтай тауы міне осы. Өскеменге келген кезде экспедиция топқа бөлініп, қаланың көрікті орындарымен танысуға асықты. Саяхатшылардың бір бөлігі мұндағы ғажап саналатын орындардың бірі Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығына келіп жетті. Бұл қорық 1992 жылы құрылған. Келушілер әсем табиғаты көрінісіне тамсанып, бір демалып қалды. Менің елім мәңгілік ел автоэкспедициясы Каспийден шығып Алтайға жетті. Осы жолдың арасында батыс пен шығысты жалғай жүріп, кең байтақ даламыздың орманында, теңізінде, көлінде, шөлді аймақтарында, қаласында, даласында кезіп келе жатырмыз. Байқағанымыз, Қазақстанның жерасты, жерүсті байлықтары мол. Бір жерлерге жердің астынан берсе, бір өңірлерге жердің байлықты үстінен берген екен. Ал Алтай өңіріне жердің асты да үсті де тұнған байлық. Бұл жерде алтын, күміс,
сияқты түсті металдар, сирек кездесетін металдар және қорғасын, мырыш, тағы да басқа металдар өндірілсе, орманды аймақтарында аң құстардың құлан, бұғы, қасқыр, түлкі, аю сияқты барлық түрлері кездеседі және 200-ден астам құс түрлері бар екен. Бауырында сылдырлап аққан бұлақ, жағасында жайқалып өскен құрақ, таудың баурайы демалуға өте ыңғайлы. Сондықтан барлық қазақстандықтарды Алтай баурайында демалуға шақырамыз. Экспедицияның екінші жартысына 120 гектарды алып жатқан алып сәулет этнографиялық және табиғи ландшафт қорық мұражайы көрсетілді. Мұнда ботаникалық бақ, шағын хайуанаттар бағы, демалыс алаңы, ағаш кескіндерінің топтамасы бар. Ал ең керемет бөлігі этно-ауыл. Бұл кәдімгі ұлттар мұражайы. Ол 14 аймақтан тұрады. Әрбірінде Шығыс Қазақстан облысында тұратын этностардың мекені орналасқан. На этой территории собраны все прелести Восточного Казахстана. Вот здесь есть этнографичные дома, еврейские дома, уйгурские, казахские, купеческие. Бұл бүкіл Қазақстанда тұратын халықтар жайлы көрнекі ақпарат алатын тамаша орын. Айтпақшы, дәл осы Өскеменде 1992 жылы еліміздегі тұңғыш халықтар достығы үйі бой көтерді. Қазір мұнда 22 ұлт ұжымы бар. Ал спорт кластері жақында тұрғызылды. Пайда болу тарихы да қызық. Олимпиада ойындарындағы жеңісінен кейін жеңіл атлет Ольга Рыпакова Қазақстан президентімен кездесуі барысында Нұрсұлтан Назарбаевтан өзінің туған қаласында алаң ашуға көмектесуін өтінген. Нәтижесінде 2 жылдан соң мұнда толық спорт кешені тұрғызылды. Бұнда тек жеңіл атлеттер аренасы ғана емес, футбол алаңы, бассейн, спорт залдар бар. Қазір бұл кешенде мыңдаған ұлдар мен қыздар спортпен тегін айналысуда. Все как положено сделано, можно проводить региональные соревнования, международные по легкой атлетике, все соответствует. Мәңгілік елдігімізді, біздің бірлігімізді, тұтастығымызды білдіріп, жастардың басын қосып, осы өздеріңіздің жігер қайраттарыңызбен жұмыс істеп келе жатсыздар. Сондықтан да Шығыс Қазақстандай Ұлы Абай мен Мұхтарды, Шәкәрімді, Оралхан Бөкейді, Қасым Қайсеновті тудырған даңқты өлке сіздерге қош келдіңіздер дейді. Жол жүру және де жол машақатын көтеру дегеніміз бұл өте бір ауыр іс. Мәңгілік ел, менің елім атты экспедиция мүшелерінің әрқайсысына сапарлары сәтті болсын дегім келеді. Мына темір тұлпарлары тек қана алдыға жүйткей берсін дегім келеді. Осы сіздердің бастаған іс-шараларыңыз ары қарай жемісті болып, осындай бастамаларыңыз құтты болсын дегім келеді. 200 метров буквально позади осталась граница доброго и славного города Усть-Каменогорска, где нас очень тепло приняли и не менее тепло проводили в путь. Следующая наша точка промежуточная – это поселок Учарал. До него, как если верить навигатору, 508 километров. За бортом 9 градусов. Единственная маленькая неувязочка – это дождь. Ливень льет хорошо, вот дворники даже не успевают смахивать воду с лобового стекла. Бірінші қазан күні елбасының ақ батасын алып Маңғыстаудан бастау алған республикалық автошеру Жетісу жеріне экспедициясын Үшарал қаласынан бастады. Бұл күн атаулы оқиғаға айналды. Жергілікті тұрғындар мен Алматы облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы экспедиция құрамын қарсы алды. Ал міне достар, біздер қасиетті Жетісу өңіріне келдік. Алакөл ауданы орталығы Үшарал қаласында тұр. Үшарал қаласының бастауы бізді қонақжай қарсы алды. Қарсы алу басында біздер Ұлы Отан соғысында қайтыс болғандардың басына гүл шоғын тастадық, қойдық. Одан кейінгі мақсатымыз Дінмұхаммед Қонаев атамыздың басына гүл шоғын қойып, одан кейінгі келесі мақсатымыз осы стадиондағы жастардың дзюдо жарысына келдік. Бұл жастардың қазір жарыстарына қатысып, осы ауылдың ақсақалдарынан ақ батасын алып, өздерімізге бір күшті
рух жинап келе жатырмыз. Экспедиция мүшелеріне Алакөл табиғи қорығы мен Ернар Әуезов атындағы мұражайды аралап, осы бір әдемі аймақтың бүкіл өсімдіктер мен жануарлар дүниесін өз көздерімен көруге мүмкіндік туды. Алакөлді өз көзіңмен көргенге не жетсін? Міне, бұл нағыз меруерттерсің. Оның үстіне емдік қасиеті бар. Көл вулкан нәтижесінде пайда болған, ол кремнийге бай. Буын мен тері ауруларына оң әсері бар. Дәл осы жерде жануарлардың сирек түрі мекендейді. Ұлыларын ұлықтаған көреген ұрпақ шараны Дінмұхамед Қонаев пен Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналған ескерткішке гүл шоқтарын қою рәсімінен бастады. Артынша дзюдо күресінен жасөспірімдер арасында Алакөл ауданы әкімінің кубогы жүлдесі үшін дәстүрлі республикалық турнирдің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Бұл балалардың бүкіл ел аймағын аралап, мәңгілік елді насихаттап жүргеніне мен аналық жүрегіммен шын ризашылығымды білдіремін. Біздің еліміз шынында да мәңгілік. Біздің ата-бабамыздың мұрасы да мәңгілік. Салт дәстүр, тіліміз, дініміз, мына шаңырағымыз бәрі мәңгілік. Осы мәңгілікті болашаққа апаратын, мәңгілік елдің шаңырағын нық ұстайтын бүгінгі жастар. Мен өзім жастарға сенемін. Қазіргі жастардың жүрегінде от бар, көзінде нұр бар. Осы жастар бізді мәңгілікке апаратынына мен нық сенемін. Менің елім мәңгілік ел. Каспийден Алтайға дейін этнографиялық автокөлік экспедициясы Талдықорған қаласына келді. Экспедиция мүшелерін жетісулықтар қаладағы Қабанбай Батыр ескерткішінің алдынан қарсы алды. Мұнан соң Қабанбай Батыр ескерткішінен орталық алаңға дейін автошеру жүріп өтті. Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде көрме мен концерттік бағдарлама қойылды. 6,5 мың шақырым километрді батыс, солтүстік, шығыс Қазақстанды аралап келген батырларымызға, өзіміз космонавт ретінде қарсы алған бауырларымызға, бүкіл Қазақстаннан жиналған үздік блогерлар, журналисттар, этнографтарға тағы да бір шапалақтап қояйық. Облыс әкімінің әкімшілігінің атынан, қала әкімшілігінің атынан, біздің жастарымыздың атынан сіздердің экспедицияларыңызға сәт сапар тілейміз. Елбасының жолдауын қолдау мақсатында біздің Талдықорған қаласының жастары, Алматы облысының жастары барлығы өте белсенді деп айтқым келеді. Біздің, яғни Қазақстан Республикасы жастарының осындай тәуелсіз мемлекет шаңырағының астында бірлігі жарасқан мемлекетте 130-дан астам диаспора өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатқан мемлекетте өмір сүруіміз, ол біздің елбасымыздың салиқалы саясаты мен ерен еңбегінің арқасы деп айтқым келеді. В данное время экипаж экспедиции находится на выезде из города Талдыкурган. У нас самые лучшие впечатления об этом городе. Здесь самые четкие люди, потому что организовано все было очень грамотно и на высшем уровне. Мы наблюдаем здесь прекрасную погоду, красивые дома, широкие улицы. У меня, как у человека, который впервые посетил этот город, осталось уверенное желание вернуться сюда не один раз. Алматы облысы басқа аймақтардың ішінде көлемі жағынан 4-ші орында болса да, халық ең көп қоныстанған аймақ болып есептеледі. Мұнда Қапшағай күн электр станциясы бар. Өндірілген энергия Қапшағай қаласының қажетін қанағаттандырады. Менің елім мәңгілік ел экспедициясы Қазақстанның оңтүстік астанасы Алматыға да келіп жетті. Бұл біздің еліміздің ең ірі және мәдени қаласы. Театр, мұражай, жоғары оқу орындары, кітапханалардың ең көп шоғырланған жері де осы Алматыда. Қала тарихы 1854 жылдан басталады. Алайда оған дейін бұл жер ғасырлар бойы түрік көшпенділерінің тұрағы болып келді. Алматымен танысу музыкалық аспаптар мұражайын аралаудан басталды. Ол 20 ғасырдың басында Түркістан генерал-губернаторлығының әскери басшылығы мекен еткен ескі ғимаратта орналасқан. 2 жыл бұрын мұражай жаңартылды.
қазір адам танымастай өзгерген. Кең залдарда мыңдаған шертпелі, үрмелі, ішекті, ұрмалы халық аспаптары қойылған. Егжей-тегжейлі ақпаратты заманауи интерактивті тақта арқылы алуға болады. Мұнда домбыраның 24 түрі бар. Тіпті 3 ішекті, 6 ішекті және 2 корпусты түрлері кездеседі. Мұражайда ғылыми кеңесшілер болып, Тұран этнотобының музыканттары жұмыс істейді. Олар шағын дәріс оқып қоймай, концертте қойып берді. Мұражайдан соң экспедиция Медеу мұзайдынында коньки тебуге аттанды. Сіздер атақты Алматының үлкен ақ маржаны Медеудің басына келіп отыр. Тамашалаңыздар. На катке я первый раз. Конечно, есть такая белая зависть этим людям, то, что они здесь, вот, многие наверняка здесь часто бывают. И я сам, теперь у меня такой, так сказать, в планах уже наметил привести свою семью на Медеу, показать все красоты, эти горы, деревья. Сам вот этот вот Медеу, это вообще замечательно, неописуемо, я просто счастлив. Алматыдағы қала тұрғындарының отбасымен бірге келіп, таза ауа, сұлу табиғат аясында демалатын ең танымал орны ол Көктөбе. Экспедиция мүшелері де бұл әсем жермен танысуға асықты. Алматы қаласына келген қонақтар бұл жерге соқпай кетпеді. Мұнда олар Қазақстан, Алматы қаласынан естелікке көптеген сыйлықтар ала алды. Таңертең ауа райының қолайсыздығына қарамастан саяхатшылар шаңғы трамплині кешеніне аттанды. Ол 2011 жылғы Азиядағы арнап арнайы ашылған. Содан бері мұнда балалар және жасөспірімдер трамплиндері ашылды. Биатлонистерге арналған жол құрылысы бітуге жақын. Бассейн және 2 фитнес зал ашу жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда бұл кешен тек қана Алматының ғана емес, сонымен қатар бүкіл Қазақстанның мақтанышы деп айтуға болады. Себебі біздің кешеніміз бүгінгі таңда әлемдік деңгей бойынша ең үздік трамплин кешендерінің үштігінің қатарына кірді. Сонымен қатар 2017 жылы өткізілетін универсиада осы кешенде өткізілетіні жоспарлануда. Бұдан соң Автолек тұңғыш президент саябағына ат басын бұрды. Ол жерде Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдері күтіп алды. Бүгінгі Алматы қаласындағы республикалық экспедицияны қуанышпен қарсы алудамыз. Негізгі осы жерде қарсы алып отырған этномәдени орталықтар бірлестіктерінің жастар ұйымдарының жастары және де Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі ретінде Жарасым жастар ұйымы ассамблея құрамында құрылған. Осы ұйымның атынан экспедицияға жалынды сәлем жолдай отырып, оларға болашақ алдағы жолдарында сәттілік тілейміз және ақ жол тілейміз. Ал жастармен кездесу рәсімі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өтті. Бұл жоғары оқу орнында экспедицияға қатысушылардың көпшілігі білім алған. Олар қазіргі студенттермен кездесіп қана қоймай, өздерінің ұстаздарымен жолығу бақытына да ие болды. Каспийден Алтайға дейін экспедициясы қаладағы метро жұмысымен де танысты. Бұл көлік қатынасы желісінің салынып пайдалануға берілуі тек алматылықтардың ғана емес, күллі қазақстандықтардың мерейін өсіріп, рухын көтерді. Өйткені метро сияқты аса үлкен қаржыны қажет ететін көлік қозғалысы әлемнің 45 елінде ғана бар. Бүгінде метро халық игілігіне қызмет етуде. Әрине метро қызметкерлері өздерінің атқарып жатқан жұмыстары жайлы айтып өтті. У нас в Алмате есть 7 станций, открылись в 2011 году. Все станции оформлены все в разных стилях. Каждая станция имеет свое название, свою особенность имеет.
ауданына қарасты Үшқоңыр ауылында тұрмыз. Бұл Үшқоңыр ауылының аталу себебі мына Алатауға жалғасып жатқан Үшқоңыр тауымен байланысты. Осы ауылда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кіндік қаны тамған туған жері. Үшқоңырым туған жерім, рахым нұры тұнған жерім. Үшқоңырым тал бесігім, жүрегімде мәңгесім. Жамбыл облысында қасиетті орындар көп, ал ең әйгілісі Қарахан, Тектирмес және Айша бибі кесенелері. Оларға зиярат етушілер көптеп келеді. Айша бибі кесенесі айрықша технологиямен салынған. Әсіресе 6 қабырғалы күмбез ерекше көз тартады. Күмбез тәрізді плиткалармен әшекейленген ою өрнектердің әр түрлілігі таң қалдырады. Жамбыл облысынан көптеген батырлар шыққан. Бокс пен күрес сияқты спорт түрлерінен отандық чемпиондардың көпшілігі осы жерде жаттыққан. Ал саяхатшылардың таныстыру рәсімі жергілікті университетте көңілді қошеметпен атап өтілді. Менің елім мәңгілік ел атты экспедицияға қатысып, біздің Тараз қаламызға, тарихы мол Тараз қаламызға қош келдіңіздер демекпіз. Сіздер біз үшін өте маңызды қонақтарсыздар. Өйткені сіз біз үшін, біз туралы республикада айтасыздар, біз сіздер туралы айтамыз. Бұл тарихы бай қалаға келуіңіз үлкен тарихи іс-шара деп ойлаймын. Каспийден Алтайға дейін автошеруі Шымкент қаласына келіп жетті. Экспедиция мүшелері Шымкент қаласының тарихы және мәдени орындарына экскурсия жасады. Бәйдібек би ескерткіші алдында қарсы алған топқа саяхатшылар бұл сапардың мақсаты мен маңызы жөнінде кеңінен әңгімеледі. Сонымен қатар Шымкент қалалық балалар және жасөспірімдер орталығының достық мұражайын аралап, балалардың концерттік бағдарламаларын тамашалады. Аймақта 108 ұлт өкілдері тұрады. Айтпақшы белорустардың, украиндар мен орыстардың мұнда бір қоғамға біріккеніне көп жыл болды. Сон Паскальды Қазақстанға Шымкент туралы ән танымал еткен. Сондықтан болар жастар одан осы әнді орындауды талап етіп, қошемет көрсеткендерде есеп болған жоқ. Экспедицияға қатысушылардың сапары көне шаһар Түркістанға жалғасты. Ақтауға барам, Павлодарға мен барам, I'm an Englishman in Шымкент. Экспедиция Қазақстанның қасиетті қаласы Түркістанда. Қаланың негізі 10 ғасырда қаланған. 12 ғасырда мұнда ақын ойшыл Қожа Ахмет Яссауи өмір сүріп, кейін осы жерде жерленді. 1396-1398 жылдары Ақсақ Темір Яссауи кесенесінің жанынан мешіт салғызды. Кейін ол зиярат етушілер көп баратын орынға айналды. Өткен жылдың өзінде оған 700 мың зиярат етуші келген. Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет деген тіркес қалыптасқан. Сол киелі орындардың бірі Түркістан шаһарындағы Қожа Ахмет Яссауидің көк күмбезіне келіп тұрмыз. Бұл әзіреттің жанында елдің игі жақсылары, хандары, сұлтандары, батырлары, бектері, билері жерленген. Ішінде менің түп атам Адай Шоғы Батыр Қырықмылтық Мұңалұлы да бар.
бұл бабаларымыздың мәңгілік тыныс тапқан мекені ұрпақтарын да бірлікке, татулыққа, бауырластыққа шақырып тұр. Мәңгілік елдің болашағы жарқын болғай. Бозбалалар мен бойжеткендер Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінде білім алады. Айтпақшы, онда әлемнің 14 елінің жастары оқиды. Бұл жоғары оқу орны соны мақтаныш тұтады. Мұнда заманауи аудиториялар ғана емес, жайлы жатақханалар, қолөнершілерге арналған шеберхана бар. Олардың жұмысының көп жиналғаны сонша, мұнда халық шығармашылығына арналған тұтас бір мұражай ашылды. Ол жерде туристер жас қолөнер шеберлерінің жасаған бұйымдарын ықыласпен сатып алады. Қазіргі деңгейде мен өзім Түркменстан Республикасының азаматы болып табыла тұра, қазақ тілін осындай деңгейде үйренуіме менің осы университетімнің әсері деп білем. Сол үшін университетке көп рахмет айтамын. Сіздерге саяхаттарыңыз сәтті болуын тілектеспін. Түркістаннан шыққаннан кейін «Менің елім мәңгілік ел» экспедициясы жолай дипломмен ауылға бағдарламасы аясында ауылдың тыныс-тіршілігін жақсартып, өзі туып өскен мекеніне қызмет етіп жатқан жас отбасының үйіне кіріп шықты. Шаңырақтан дәм татып, мемлекеттік бағдарлама аясында ой алысты. Бір үйді алдық, осы үйді алдым. Қазіргі таңда жұмыс істеп, айына төлеп жатырмыз. 0,01%-бен 2027 жылға дейін төлеймін. Экспедицияға қатысушылардың Қызылорда облысымен таныстығы дала құшағында басталды. Дәстүр бойынша оларды облыс шекарасына кіре берісте Жаңақорған ауданының тұрғындары күтіп алды. Әрі қарай кездесулер бірінен соң біріне жалғасты. Осы бір өлкеде дәстүрлер басқа аймақтарға қарағанда көбірек сақталған. Бұл жерде шайды еденге дастархан жайып отырып ішеді. Қызылорда қаласымен танысу Әбділда Тәжібаев атындағы ғылыми кітапханадан басталды. Осы бір кең ғимаратта жергілікті жастармен кездесу өтті. Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа арнаған тілегін тілек кітапшасына Нұр Отан партиясы Қызылорда филиалы төрағасының орынбасары Базартай Жандос қалдырды. Таныстыру рәсімімен Сон Паскальдың концертінен кейін экспедиция мүшелері қаламен оның аймағын аралауға аттанды. Алғашқы аялдама 2011 жылдың желтоқсанында Нұрсұлтан Назарбаев ашқан тұңғыш президент саябағы болды. Қазір бұл қызылордалықтардың сүйікті демалыс орны. Әрі қарай Арал өңірінің символы Сырана стелласына барды. Ол махаббат пен мейірімділіктің нышаны іспеттес. Билеп тұрған әйел мүсінінің биіктігі 40 метр. Қызылорда еліміздің күрішті өлкесі болып саналады. Оның қыр-сырына саяхатшылар Абзал Ика күріш зауытын аралағанда қанықты. 1994 жылы бой көтерген кәсіпорын бірінші сұрыпты, ірі дәнді және ұнтақталған күріш өндіреді. Зауыт өз өнімімен тек Қазақстанды ғана емес, Ресей, Қырғызстан, Түркменстан және Әзірбайжанды да қамтамасыз етеді. Ауыл шаруашылық өлкесінің бұрынғы дәстүрлеріне берік күріш өндірушілермен кездесуден соң экспедиция Жалаңтөс Бахадүр Сейітқұлұлының ескерткішіне жол тартты. Ол қазақ батыры, қолбасшы, Самарқанд әмірі, көсем. Аманөткел ауылына жол тартар кезде көшедегі күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан жерге шығып кеткен көлікті байқап, экспедиция мүшелері бірден қол ұшын созуға асықты. Келесі нүкте осы аймақтың басты тұлғасы Қорқыт Атаның мәдени кешені болды. Осы бір философ, ақын, композитор, түркілердің рухани ақыл-ойының өмір тарихы айрықша, саяқ өмір кешті, қобызды ойлап тапты. Соның көмегімен адамдарға өз ойлары мен көңіл-күй тебіреністерін жеткізуге тырысты. Экспедиция сапар барысындағы ең күрделі аймақ Арал маңын жүріп өтті. Бұл Қазақстандағы жолы қиын аудан. Қызылордадан шыққаннан кейін саяхатшылар теңізден 70 шақырым қашықтықтағы Аманөткел ауылына түнеді. Мұнда бар болғаны 1,5 мың адам тұрады. Алыстан келетін қонақтар сирек. Бұл ауылда ақын Нұртуған Кенжеғұлұлы дүниеге келген. Ол 40 жыл ғана ғұмыр кешсе де артына 40 мыңдай поэма қалдырған. Экспедиция мүшелері ақын жерленген кесенеге барды. Жергілікті мұражайда көне қала кергерінің қабырғасына қаланған көк кірпіштің сынықтары сақталған. Алтанға жақын саяхатшылар Арал теңізіне қарай бет түзеді. Үлкен және кіші аралды жалғастырып жатқан Көк Арал бөгетінен өтті.
2005 жылы салынған жаңа бөгет кіші теңіздегі су деңгейін реттеуге бағытталған. Қазір мұндағы суда балықтың 18 түрі бар. Экспедицияның көңіл-күйі өте тамаша. Біз Арал ауданына қарасты Қаратеңіз ауыл округінің аймағында тұрмыз. Мына Сырдарияның Арал-Құяр арнасында кіші аралдың топ арнасы толып жатқанын көріп қуаныштымыз. Бұл осы жуырда ғана Біріккен ұлттар ұйымының өзі кіші аралдың толуы Қазақстанның экологияға қосқан үлесі деп бағалады. Міне соның куәсі болып тұрмыз. Каспийден Алтайға дейін экспедициясы Аманөткелден 150 шақырым жердегі Ақбастау ауылына келіп қана көлікке жанармай құйды. Мұнда бар болғаны 80 отбасы ғана тұрады. Қалғандарының бәрі көшіп кеткен. Әрі қарай Бейнеуге жету үшін саяхатшылар ең қысқа жолды таңдап 1000 шақырымды үнемдеді. Алайда жол жағдайы өте қиын болды. Байланыс, жанармай бекеті, сервистік қызмет деген атымен жоқ. Тек суаттармен 100 шақырымда бір рет көліктер кездесіп қалады. Тас жол төселмеген, құм бүртіктерімен жүру қиын. Жол соншалықты қиын болса да, жергілікті табиғатпен Арал маңының әсем көріністерін тамашалауға кедергі бола алған жоқ. Экспедицияның бұған дейін жүріп өткен жолы Ақтөбе мен Маңғыстау облысының түйіскен жерінде жатқан Бозой мен Бейнеу поселкелері арасындағы жол бөлігімен салыстырғанда түк емес. 330 шақырым жерді экспедиция жарты күнде жүріп өтті. Мұнда жол жоқ. Жергілікті тұрғындар барар жерді жол бойындағы мұнай құбыры, суаттар, ауыл арасындағы сүрлеу жолдар арқылы ғана танып біледі. Алдымен жаңбыр, содан соң қар жауды да Арал маңының сортаң жерлері адам өте алмайтын кір балшыққа айналды. Көліктердің де жағдайы бір қалыпты. Тек бір дөңгелекті ауыстыруға тура келді. Жезқазғанды Бейнеумен жалғастыратын жаңа темір жолды биылғы жылы жазда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев ашқан болатын. Ол еліміздің шығысы мен батысы арасындағы темір жол қатынасын бір тәулікке қысқартты. Менің елім мәңгілік ел автомобиль этнографиялық экспедициясы Жаңаөзенге келді. Экспедиция мүшелерін мұнайлы қала тұрғындары Жаңаөзен стелласында күтіп алды. Жаңаөзен қаласы 1968 жылы мұнай өндіру ошағы ашылған кезде құрылды. Жұмысшылар қаласында алғашында 40 мыңға жуық тұрғын қоныстанса, қазір бұл сан 3 есеге өскен. Қаланы құрап отырған өзен мұнай-газ кәсіпорнының бос орындарына кезекте тұрғандар саны 5 мыңға жетті. Саяхатшылар өзен мұнай-газдың жерасты жабдықтарына диагностика жасау және жөндеу жөніндегі жаңа цехын аралады. Мықты да сымбатты жас мұнайшылармен әңгімелескеннен кейін экспедиция оқушылар сарайына келіп, жергілікті жастармен кездесу өткізді. Осыдан кейін Каспийден Алтайға дейін экспедициясы Кендірлі мекеніне жол тартты. Кендірлі Каспий теңізінің оңтүстік шығысындағы шығанақ, Маңғыстау облысы Қарақия ауданында орналасқан. Құрлыққа 22 километр шамасында еніп жатыр. Қазақстан Каспийден Алтайға дейін созылып жатқан қасиетті өлке, достықтың, бірлік пен татулықтың, байлық пен жайлы өмірдің мекені. Бұл мекенде аспанмен таласқан биік таулар, ұшы қиырсыз далалар, тіпті теңіз деңгейінен төмен жатқан ойпаттар да бар. Ну ормандары, шалқар көлдері, сарқырап аққан өзендері байлық көзі. Біз біле бермейтін небір қазына бар. Ағымдағы жылдың 1 қазан күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстау облысына жұмыс сапары кезінде «Менің елім мәңгілік ел. Каспийден Алтайға дейін» атты этнографиялық автоэкспедициясының тұсауын кесіп жолға салды. Еліміздің көк туын көтеріп, тәуелсіздігімізді насихаттап, жастардың бойында отансүйгіштік сезімін ояту және өңірлер арасында мәдени байланысты нығайтуды мақсат еткен жастар киелі Маңғыстаудан басталған сапарларын қазақ даласының әр қиырында жалғастырды. Страна встречает нас своим холодом, настоящим северным. Міне, менің елім мәңгілік ел. Каспийден Алтайға дейін этнографиялық автокөлік экспедициясы соңғы нүкте Елордаға келді. Еліміздің көк туын желбіретіп, тәуелсіздігімізді насихаттап, жастардың отансүйгіштік сезімін оятуды мақсат еткен экспедиция мүшелері Астананың бірқатар көрнекі жерлерінде болып, Еуразия ұлттық университетінің студенттерімен кездесті және Қазақстанның ұлттық мұражайында болды.
Экспедиция мүшелерін Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің студенттері күтіп алды. Онда саяхат жөніндегі дәстүрлі есеп тыңдалды. 14 мың шақырым жерді басып өткен әрбір елді мекенде, 30-дан астам елді мекенде өздерінің елдік позицияларын ұстанымдарын көрсеткен азаматтарға рахмет. Қазақстанның барлық қалаларын аралап шыққан мәңгілік ел, қазақ елі Каспийден Алтайға дейін экспедициясы осы уақыт аралығында жасаған жұмыстарын қорытындылап, алған әсерлерімен бөлісті. Халқымыз жол мағынасына үлкен мән берген. Осы тұрғыдан алып қарағанда Нұрсұлтан Әбішұлының мемлекет басшысы ретіндегі бүкіл қызметі халық тағдыры мен болашағы жолының жарқындығын айқындауға бағытталған. Автошеруді ұйымдастыру санамызға қозғау салса, оның жүріп өткен жолдары биік болмысымыздың мағынасын көрсетіп бергендей болды. Аса мәртебелі елбасы, өзіңіз ақ жол тілеп шығарып салған экспедиция ұлан байтақ жерімізді жүріп өтіп, елордамызға жеттік. Сіз айтқандай, жас буынның алдында барлық есіктер мен жолдар ашық екеніне көзіміз жетті. Жастар мәңгілік еліміздің Қазақстан 2050 бағытына өзіңіз негізін қалаған нұрлы жолмен қадам басуға дайын. Уважаемый Нурсултан Абишевич, во время старта экспедиции в Актау вы поставили перед нами важную задачу – нести идею единства народа, толерантности, патриотизма, идею «Мәңгілік ел». Смело можем заявить, что мы, участники экспедиции, эту задачу выполнили. Бізді бір отан, бір тағдыр, бір елбасы біріктіреді. Тағдыры бір, отаны бір, елбасы бір, Қазақстан жасасын!